Құрбан айт тек ет тарату емес. Құрбан айт бұл жай ғана мал шалып, ет таратып қоятын күн емес. Бұл жүректі тазартатын, иманды күшейтетін, Аллаға жақындайтын қасиетті уақыт. Көп адам құрбан айтты тек ет бөлісу деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде бұл күннің мағынасы әлдеқайда терең. Бұл Ибрахим пайғамбардың ұлына деген сүйіспеншілігін, Алланың разылығы үшін құрбан етуге дайын болған ұлы сынағын еске түсіретін күн. Бұл толық мойынсыну, шынайы ниет, таза жүрек. Алла тағала бізден етті де, қанды да күтпейді. Оған жететін біздің тақуалығымыз бен ниетіміз. Сол себепті құрбан айтта ең маңыздысы жүректегі ықылас, шынайы дұға, бір-бірімізге мейірім. Бұл күні ренжіскендер татуласса сауап, мұқтажға көмектессең береке. Жақсылық жасасаң Алла оны еселеп қайтарады. Құрбан айт бұл тек сыртқы амал емес, бұл ішкі өзгеріс. Бұл рухани жаңару. Бәлкім сенің бүгінгі бір дұғаң, бір жасаған жақсылығың бүкіл өміріңді өзгертетін шығар. Ендеше осы қасиетті күнді бос өткізбейік. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл етсін, жүрегімізге тыныштық берсін. Осындай пайдалы контент үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Лайк басып жақындармен бөліс.